Хабарға қош келдіңіз аға. Әңгімемізді осы арқа күйлер туралы, осы күйшілерден бастасақ деген ұсынысым бар. Мен өзі 7 жасымнан бастап осы домбыра ұстадым. Сол уақытта бір әкеміз болды күйші, Шырын деген кісі. Сол кісінің өзі мынау Қыздарбек күйшіден күй үйренген адам екен. Әбікен Қасеновтен жасы үлкендеу. Әбікен Қасеновтың биыл 111 жылдығы болса, ол кісі енді 115-тей. Сондай бір 4-5 жасын үлкен ол кісіден. Ол кісі де Қыздарбектен үйренген ғой Тәттімбетте. Әбікен Қасеновте. Мына жаңағы Шырын әкеміз, ол кісі де тікелей Қыздарбектің өзінен үйренген адам екен. Сол енді мен үйге келіп, жаңа кигіз үйде отырамыз, кигіз үйдегі бұл кісі домбыра тартады, күйлер тартады, не шаруа. Содан енді іліпсіз алып, мен де арасында сол ол кісі жоқта домбыраны қолға алып, сол кісінің тартқанын шамамен келсе қайталаумен сөйтіп барып біз күй үйрендік. 52-53 жылдар Әбікен Қасенов ауылға келді. Біздің ауылдың адамы ғой, бұл сұрады. Күйшілердің бәрі. Арқа өңіріндегі осы Шет ауданының қазіргі аумағы ғой. Аумағы сол Шет ауданының аумағында жаңағы Қыздарбек, Әбді Исенбек, Әбікен Қасенов. Осындай сол жердің тумасы өзі. Жаңағы кісілер. Мен де сол жердің тумасымын. Сол Әбікеннің ертік қасына келгенде өзінің шәкірті болды Бегімсал Орынбеков деген адам. Енді ол кісі 2-15 күн ауылда болып кезек-кезек күй тартып, сол күйді құлаққа сіңіріп өстім. Ол кезде енді күйді жөнді тарта алмасам да, бірақ ол кісілердің тартқан күйі мені енді былай айтқанда құлағымды өсінге шейін қалды. Сонан енді бірте-бірте күйді әбден үйрендік. Әбдіғали деген бір жездеміз болды, ол кісі де күйші. Сол бірте-бірте үйреніп, ең бірінші менің тартқандарым мына осы Тәттімбеттің күйлерін тартушы едім. Сөзіңіз аузыңызда ақсақал, сол Тәттімбеттің күйлерінен күйшерте тұрсаңыз, күйге кезек бере тұрсақ, елге өте танымал сол Саржайлау күйінен, Тәттімбеттің Саржайлау күйімен бастасаңыз.
алғашқыда бізде қазір мына алағаш тартады ғой, ондай алағаш тартпайтын шалдар. Жылдам тартпайтын дейсіз ғой. Жылдам тартпайтын, жай өзінің шамасы келгенше мамырлатып, жай ғана тартатын. Осылай тартылған қарақтарым бұны деп сөйлеп айтып отыратын. Ал енді қазір кейінгіден қарасаңыз, оған ұқсамайды ғой.